Ана қызанақ көшеттерінің егілгеніне бүгін тура 22 күн болды. Ешқандай күннің көзін көрмей, тек фитолампамен өсірдім арнайы. Енді жылда әртүрлі технологиялар қолданамыз, өйткені бір ғана технологиямен қылып кетуге болмайды. Даму керек, іздену керек, нәтиже шығару керек. Сол үшін биыл сондай технологияларды қолдандым. Енді тамыр жүйесін көрсете кетейін. Мінекей, тамырларын байқасаңыздар, бетіне шығып, ағарып, жанынан да атып жатыр. Корневой стимуляторлар берілді. 2 рет, 3 рет берілді. Кішкене фосфор жетіспеушілігі бар енді. Оны алдағы уақыттан реттейтін боламыз. Мынау тамырын алып жатып, топырағын алып жатып, шашып алдым кішкене. Бойы қатты өспеген. Мінекей әдемі болып тұр. Енді айттым ғой, фосфор жетіспеушілігі байқалып тұр. Алдағы уақытта торлайтын боламыз. Енді осындай оцеклік кассетаға пигировка жасайтын боламыз. Мінекей осылай тесіп шығамызды. Мынаны жай ғана даққа қатты мыжы бермей отырғызып, түгін қыса саламыз. Бұл енді торпты алдында суарып қойғам. Біреулер айтып жатыр, алдын ала неге суға не қыламадың деп, жібітіп алмадың деп жатыр бір жігіттер. Бұны әртүрлі вариантпен де істей береміз. Құрғақтай салынды, кішкене нам болады өзі, торп келген кезде. Сөйтіп 2 рет лекімен суарсаң, полный осындай болып шығады. Бұл суарып болғанымызға қанша күн болды уже. Мінекей, өйстіп пигировка жасап шыға береміз. Құдай қаласа суарып шығамыз артынан, одан кейін өзінің арнайы тыңайтқыштарын беріп отыратын боламыз. Бір ай бойы жақсы өсу үшін, сапалы көшет болып шығу үшін егістік алқапқа.